созылмалы қатық рецептімен бөлісемін. Егер қазақша кішкене түсініксіз айтатын болсам, кешіріңіздер. Өзім қазақ емеспін, қазақша тілін өте жақсы білемін. Кастрюльді отқа қойдым. 3 литр сүт сатып алдым магазиннен, Зенченко деген мынандай упаковкада. Үйдің сүті болса өте жақсы болады. Бір қайнатып алдым, өйстіп сапырып қаймағын шығарамыз. Қаймағын шыққаннан кейін сүтті кішкене жылы болғаннан кейін қолымызбен саусағымызды тығып көреміз. Сүтіміз жылы болса, сосын магазиннен мынандай қатық сатып алдым. Қатықты өйстіп жақсылап сүтпен екеуін жақсылап араластырым. Сосын шетіне бүйтіп қатықты құйып алдым. Міне сосын үстінен қатықты жауып, крышкасын жауып, мынандай пледпен жауып, сосын жылы жерге қойдым. Жылы жерге қойғаннан кейін түнге қойдым да 5-6 сағатқа шығарып, былай көрсеңіздер, міне қатып қалды қатығымыз. Сосын үстінен мынандай тряпка болсын, салфетка болсын қойсаңыздар болады. Үстін суды сорып алады. Сосын холодильникке 3-4 сағатқа қоясыздар. Холодильниктен шығарғаннан кейін міне үстінен тряпкасын алып тастадым. Сухой болып шықты. Қараңыздар, қандай қатығымыз өте қою, дәмді болып шығады. Балаларыма өйстіп йогурт сияқты кішкене варенье қосып берем, балаларым сразу жеп қояды. Өте дәмді, жасап көріңіздер.